Қазақ ойл соғым сыйлайды. Қазақ ойл соғым сыйлайды. 10 соғымов по всей стране. 10 мың теңге емес, одан жоғары сомада транзакция жасап, И становитесь участниками нашей акции. Тез барыңыз Қазақ ойл. Добрый день! Сегодня мы вручаем наш первый сертификат на согум в рамках акции «Казакойл дарит согум» нашему победителю Аспандияру. Очень рады, поздравляем! Рахмет. Қазақ ойл заправкасынан бензин заправлять етіп жүрген машинамды. И күтпеген жерден 2-3 күннен кейін сразу маған звондап, сіз ұтысты болдыңыз деген. Сол естіп таң қалып өзіміз. Қуаныш қалып, өзімді ойлап жүргем, соғым алатын уақыты келіп қалды ау деймін деп. Отбасымыз қатты үлкен емеспіз. 3 бала шағам бар, келіншегім бар, өзіміз. Кішкентай шағын квартирада тұрамыз енді, пәтерде. Бірақ енді қандай кішкентай болса да бақытты отбасы деп ойлаймын мен. Мына енді 200-150 килограмм ет деген ол өте шынында керек күшті. Бірақ енді қазақ негізі өзіңіз білесіз ғой, ет жақсы көреміз ғой. Жаңа жылға деген бір Аязданың бір сыйлығы сияқты болды ғой. Қазақ ойл рахмет сіздерге. Бензин құйғаннан кейін барып осы бір 2-3 күннен кейін хабар келді, телефонымыз звондап. Бізде қазір акция жүріп жатыр, соғым деген. Сіз соғым ұтып алдыңыз деп келіншегіме айтсам, қойшы өтірік айтпашы дейді. Мен шынымен мен өтірік не қыламын айтқан осы. Керек нәрсені бергендей болды. Действительно мен айтамын, Алла біліп тұр, то что надо. Сол інілеріме, бауырларыма бәрін айтып жатырмын ғой. Қазақ ойлдан только содан заправляйтесь деп. Идеяның өзі керемет та, осы қысқа арналған прям. Қазақ енді айтады ғой, қасқырдан кейін екінші орында тұрамыз деп. Ет жеуді жақсымыз ғой сіздер. 13-тен бері осы жерде құятын. Уже сонда қанша жыл болды. Содан Қазақ ойл болды, мен көрдім де күшті үшін бәрін дизайн өзгертіп, әдемі керемет болды. Қанша кезектерде операторымыз күліп, жымиып қарсы алады. Келген сайын әйтеуір бір жақсы бір позитивпен келіп, жақсы позитивпен кетеміз. Рахмет сіздерге.